Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Бүгін сендермен 6 сынып Қазақстан тарихы бойынша сабақ өтетін боламын. Менің аты жөнім Есенғабылова Әсел Ермековна. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 16-17 ғасырлардағы қазақтардың материалдық мәдениеті, зерттеу сұрағымыз. Неліктен киіз үй көшпелердің материалдық мәдениетінің ең жоғары үлгісі деп саналады? Сабақтың мақсаты көшпелердің қолданбалы өнердегі жетістіктерін сипаттау, ал сенің меңгеретінің қазақтардың қолданбалы өнердегі жетістіктері, киіз үй жабдықтары, қазақи ұлттық киім, ыдыс, аяқ жиһаздардың ерекшеліктері туралы айтатын боламыз. Енді материалдық мәдениет. Осы материалдық мәдениет деген не екеніне бірінші тоқталып алайық. Халықтың күнделікті өмір сүруін қамтамасыз ететін бұйымдар және сол бұйымдарды өндіретін құрал жабдықтар материалдық мәдениет деп аталады. Яғни біз көзімізбен көріп, қолымызбен ұстай алатын заттың барлығы материалдық мәдениет деп аталады екен. Енді бізде көшпелілердің үлкен жетістіктерінің бірі бар, яғни көшіп-қонуына мүмкіндік берген, көшіп-қонған кезде баспаналар ретінде пайдаланған бұл баспаналары бар. Оны қалай атайды балалар? Дұрыс айтасыңдар балалар, ол бізде киіз үй. Мен сендерге қазір осы киіз үй туралы бейнематериал қосатын боламын, соны мұқият қарап алыңдар, және осы бейнематериалдан кейін сендерге киіз үй туралы тапсырма беретін боламын. Сондықтан мұқият қарап алыңдар. Киіз үй 3 бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары. Оған баулары, басқұрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге, киіз үйдің іргесі, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-біріне таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Киіз үйдің 2 есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады. Және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Уық. Кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Уық алақаны, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ, киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Туырлық. Ордада керегенің бойын, шағын үйлерде шаңыраққа дейін жабатын киіз. Үзік. Ордада кереге мен шаңыраққа дейін жабатын туырлықтың бөлігі. Шаңырақтың үстінен жабылатын 4 бұрышты киіз. Киіз үйдің құр, баулары, арқандары. Үй тіккенде керегелерді бір-біріне қосып байлайтын терме бау. Басқұр. Керегенің басы туырлықты тесіп кетпеу үшін үйді айнала тартылатын жалпақ оюлы құр. Сәндік үшін шаңыраққа байланатын шашақты баулар. Желді күні үй шайқалмас үшін оларға салмақты заттар байланады. Балақ бау. Көшкенде уықтарды қосып байлайтын баулар. Уыққа сәндік үшін байланатын түрлі жіптердің шоғы. Үйдің барлық салмағын ұстап тұратын, керегенің басына орай маңдайшаға бекітілетін арқан. Киіз үйдің тағы бір бөлшегі кәдімгі ши. Шым ши, жүнмен орап, кілем, текемет түсіндей оюлармен безендіріліп тоқылған, туырлық ішінен тартылатын ши. Балалар, видеода көргеніміздей қазақ халқы киіз үйді безендірген кезде міндетті түрде әрбір затына
көңіл бөлген, әрбір затын әдемі етуге тырысқан. Бұл деген қазақ халқының аспан әлемін танудағы және экономикалық, әлеуметтік білімдерін және асқан талғампаздықтарын білдіреді. Және осы киіз үй кезінде қазақтарға тек қана баспана ретінде емес, ол баспана ретінде ғана емес, бұған киіз үйге үлкен құрылыс жағынан болсын, өнер жағынан болсын, қолөнер жағынан болсын, барлығы бірігіп дүниеге үлкен толғаныстың, үлкен еңбектің нәтижесінде дүниеге келген тамаша туынды деп қарауымыз керек. Енді бізде елтаңбамызда, Қазақстан Республикасының елтаңбасында шаңырақтың бейнелену бекерден емес, яғни бұл шаңырақ елтаңбаның жүрегі ретінде қарастырылады. Бізде қазақта көптеген жақсы тілектер бар, шаңырағың шайқалмасын, керейің кең болсын деген сияқты. Осы тілектердің барлығы киіз үймен байланыстырылып айтылған екен. Енді сендерге қазір тағы мәлімет беріп өтейін. Осы киіз үй жайында бізде киіз үй бірнеше түрлерге бөлінген. Мысалға, 8 және 10 қанатты үйлерде хандар мен сұлтандар тұрған. Ал 6 қанатты үйлерде ауқатты байлар тұрған. 4 қанатты үйлерде қатардағы шаруалар тұрса, шанышпа оқтар мен шаңырақтан құрылған қараша үйлерде кедейлер тұрған екен. Енді сендерге мынандай тапсырма: мына шетте тұрған киіз үй, шаңырақ, кереге, уық, түндік, үзік, 60, 160, қырлауық деген сөздерге сұрақ құрастыруларын керексіңдер. Уақыт кетті. Жарайсыңдар балалар. Міне, егерде мына сұрақтарға ұқсас сұрақтар құрастырған болсаңдар, онда сендер тапсырманы өте жақсы және керемет, тамаша орындадыңдар деген сөз. Қазақтың ұлттық киімдері тақырыпшасын тоқталайық. Бізде қазақта ұлттық киімдерді көбіне шұғадан, жүннен, теріден және жібек матасынан жасаған болатын, және міндетті түрде әдемі және сапалы етіп жасауға тырысқан. Енді бізде қарсақтың, қасқырдың, бұлғынның және түлкінің, яғни осы аңдардың терілер өте бағалы болған, және ол терілерден қазақтар өздеріне жылы киім тіккен. Ол ішік деп аталған. Енді қазақтарда жыл мезгіліне қарай киім киіп отырған. Мысалға, бөрікті күз бен көктем айларында киген. Бұл бөрікті айналдыра аң терісімен қоршаған. Ал әйел адамдардың киімдерін салпыншақтармен және үкілермен безендірген. Мынау бізде сәукеле. Сәукеле өте қымбат және бағалы болған. Бұны ұзатылған қыз киген. Және оны безендіру кезінде күмісті, алтынды қосып, әртүрлі бағалы тастармен көмкерген. Бұл бізде тұмақты қыс мезгілінде киген. Ал мынау кимешек, яғни әйел адам тұрмысқа шығып, бағалы болғаннан кейін ақ матадан тігілген кимешек киген болатын. Ал бұл бізде етік. Бізде ер адамдар көбіне ат үстінде жүргендіктен, оларға ыңғайлы болу үшін етікті тізеден жоғары етіп тіккен болатын. Ал мына бізде әйел адамдарға арналған етік. Бұл етіктерді, әйел адамдардың етігін көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі ою өрнектермен безендіріп жасаған екен. Бұл бізде қамзол. Қамзол деген бұл әйел адамдардың киімі. Бұны жасына қарай әртүрлі маталардан тіккен, екі жеңі жоқ, жиектері әртүрлі тастармен немесе ою өрнектермен безендірілген киім. Ал бұл бізде шапан. Шапанды да қымбат маталардан тіккен және арасына жүн салып, жылы болуын қамтамасыз еткен екен. Ағаштан алуан түрлі ыдыс-аяқ жасауды еліміздің қолөнер шеберлері күн тәртібіне қойды десек болады. Қолданысқа қолайлы ою өрнектен көмкерілген ағаш ыдыстан ас ішу адам ағзасына өте пайдалы екенін мамандар да дәлелдеген. Қуанышбек Мұратұлы ағаштан түйін түйген шебер.
Ол 3-4 жылдан бері кесе, күбі секілді ыдыс-аяқтардың сәнін келтіріп жасап жүр. Інісі тұтас ағашты станоктан жолып берсе, Қуанышбек қалпына келтіріп, ою-өрнекпен безендіреді. Көз тартатын бұл қолөнер бұйымдарын жасау да оңай емес. Станоктан жасау шоуынан бастағанда кебу бар, ол шу ағаштан жасалады біріншіден. Ол кебу бәрін есептегенде бір апта кетеді. Бір кесенің өзіне 20 минут кетеді ойылына. Ондай ұзақ кетпейді. Кепкеннен кейін ойылған оңай болады. Ағаш ыдыстардың денсаулыққа пайдасы зор. Тамақтың құнарлылығын сақтап, түрлі бактерияларды жояды. Сапалы ыдысты таңдау үшін оның ағашына мән беру керек. Қайың, еменнен жасалынған ағаш ыдыстар ыстық пен суық әсерінен тез сынбайды, темір сынды тот баспайды, ұзаққа шыдайды. Ал Салтанат Өмірәлі шеберлердің басын қосып, әртүрлі ыдыстарды сатылымға шығарып отыр. Қазақ халқы сонау ерте кезде осындай ағашпенен жұмыс істеген, ағаш ыдыстарды қолдана білген. Мұнда қазақ еліміздің мәдениеті сонау ерте кезде дамыған. Біз бұны қазір жаңғырту, халыққа ұсыну жұмысымен жолданып отырмыз. Бұнда енді бұның түрі өте көп болады. Сан түрлі шеберлер жарыққа шығып жатыр. Біз Қазақстан көлеміндегі шеберлерді мақтанышпен айта аламыз. Қымыз, шұбат құюға арналған ыдыстар, торсық, оюлы тостаған, келі келсап, күбі, ағаш кеселер барлығына тұтынушылар арасында сұраныс жоғары. Соңғы кездері дастарханға астау табақтар мен тағам әкелу дәстүрі жаңғырып келеді. Ағаш ыдыстарымызға сұранысы қатты, және осы сан түрлі заттарға қызығушылығы өте артып келеді. Шетелдіктердің сатып алуы, тамашалауы, қызығуы бізге үлкен шабыт беріп отырады. Әсіресе шетелге жақсы экспорт етеміз. Қолыңнан іс келсе, құр ағаштың өзін кәдеге жаратуға болады. Шеберлер жұмысы барысында осындай ой түйдік. Ағаш ыдыстар өте ыңғайлы, төзімді, адам ағзасына еш зияны жоқ. Олай болса, қазақтың дәстүрлі мәдениетін жаңғыртып, ағаш ыдыстарды, бұйымдарды қолдануды ұмытпайық. Енді балалар, мына видеода көргеніміздей, қазіргі кезде бізде ұлттық нақышта жасалған ыдыс-аяқтар және ұлттық киімдер өте жақсы пайдаланылуда негізі. Барлығымыз байқасақ, мысалға біз қазір астау алғымыз келеді қызығып, көбір жерде де қазір астаумен тамақ ет ұсынып жатады. Және де ағаш кеселер де кездесіп жатыр. Міне сол сияқты бізде қазір ұлттық нақыштағы дүниелер қайтадан жаңғырып жатыр. Егер сендердің бойларында осындай ұлттық нақыштағы киімдер болсын, ыдыс-аяқтар болсын, қандай бір заттарды, мысалы құрақ көрпелерді құру, жасау сияқты өнер болса, міндетті түрде сендер оны дамытып, ары қарай кәсіпке айналдыруларына болады балалар. Енді сендерге тапсырма ұлттық ыдыс-аяқтар мен ұлттық киімдердің атауын жазу керексіңдер. Уақыт кетті. Енді болсаңдар балалар, ішік, бөрік, кимешек, шапан, торсық, астау, келі келсап, ожау деп жазсаңдар, онда сендер керемет жауап беріңдер, жарайсыңдар балалар. Сонымен балалар, бүгін біз сабақта материалдық мәдениеттің не екенін білдік, киіз үй туралы біраз мағлұмат білдік, және ұлттық киімдерге тоқталдық. Ұлттық киімдер неден жасалатыны туралы жаздық, және түрлеріне тоқталдық. Сонымен қатар ұлттық ыдыс-аяқтардың қазіргі таңда қолға алынып жатқандығы, және оларды қалай жасайтыны, қандай ағаштан жасайтыны, және ағаштан жасалған ыдыс-аяқтардың пайдасы туралы білдік. Бүгінгі сабақ сендерге ұнады деген ойдамын. Сәттілік тілеймін барлықтарыңа. Сау болыңдар.